Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі пәні 81-ші сабақ жұрнақ пен жалғау тақырыбын жалғастыратын боламыз. 72-ші жаттығу тақырыбына қарап нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы. Денің сау болсын десең. Мәтіннің тақырыбына қарап мәтіннің мазмұны денсаулық туралы болатын болжауға болады, балалар. Бірінші, үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Екінші, тұла бойыңды ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Үшінші, жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Төртінші, өзіңді, тамағыңды таза ұста. Ішкен жеген сайын аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруының көбінен құтыласың. Бесінші, таза ауада сыртта көбірек серуенде. Алтыншы, өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки. Жетінші, денеңді тар киіммен, белбеумен, түрлі баумен байлап қыспа. Сегізінші, аяқ киімнің өкшесі жалпақ, аласа болсын. Биік өкше өте зиянды. Тоғызыншы, киімің әсіресе шұлығың суланса, тез арада шешіп таста, құрғақ киім ки. Авторы Халел Досмұхамедов. Ал енді мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайық. Автордың айтқысы келген негізгі ойын тап. Автордың айтқысы келген негізгі ойы адамның өміріндегі ең маңыздысы денсаулыққа көңіл бөлу. Деннің саулығы үшін дұрыс тамақтанып, дұрыс киінуге шақырып жатыр, балалар. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе? Бұл сұраққа балалар өздерің жауап беріп көріңдер. Нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жаз. Заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына қарай талда. Нұсқаулықтың бірінші бөлігі: үйге таза ауа кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Ал енді зат есімдерді тауып сөз құрамына талдайық. Үй түбір ге жалғау, ауа түбір сөз, күн түбір сөз нің жалғау, сәуле түбір сі жалғау, шуақ түбір жалғау, ауа түбір сөз, күн түбір сөз нің жалғау, шуақ түбір жалғау. Бірінші бөлікті басшылыққа алып, тазалықты сақта тақырыбында нұсқаулық құрастырып көр. Сабақтан, даладан келген соң тамақтанар алдында және кейін қолыңды сабындап жу. Таңертең және жатар алдында тісіңді жууды ұмытпа. Аяқ, қол, тырнақтарыңның өсіп кетпеуін қадағала. Шашыңды жеке тарағыңмен тара. Осылай нұсқаулық құрастырсаңдар болады, балалар. 73-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Жан дүнием ізгіліктен жаралған, жүрегімнен күн шуағы таралған. Адамдарды ардақ тұтып аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман. Өлеңнің авторы Абдрахман Асылбек. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда. Мұндағы қарамен жазылған сөздер ізгіліктен, жүрегімнен, адамдарды сөздері. Ізгіліктен ізгі, түбір, лік, жұрнақ, тен, жалғау. Жүрегімнен, жүрек, түбір, нен қосымшалары жалғау. Адамдарды, адам, түбір, ды, қосымшалары жалғау. 74-ші жаттығу берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап жаз. Мұндағы берілген сөздер таза, біл, дойбы, жаңа сөздері. Ал енді осы берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғауымыз керек. Тазалықты, таза, түбір, лық, жұрнақ, жалғау. Білгірлер, біл, түбір, гір, жұрнақ, лер, жалғау. Дойбышыны, дойбы, түбір, жұрнақ, жалғау. Жаңалықты, жаңа, түбір, лық, жұрнақ, жалғау. Сөздерге жұрнақ пен жалғаудың қайсысын бұрын жалғадың? Өзің осыдан қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі ережемен салыстыр. Балалар, мұндағы сөздерге алдымен жұрнақты жалғадық, содан соң жалғауды жалғадық. Олай болса, ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Түбір сөзге жұрнақ та, жалғау да жалғана береді. Алдымен жұрнақ, содан соң жалғау жалғанады. Мысалы, хоккейшіге
хоккей түбір ш жұрнақ ге жалғау. Хоккейшінің хоккей түбір ш жұрнақ нің жалғау. Хоккейші мен хоккей түбір ш жұрнақ мен жалғау. Жүзгіштер жүз түбір гіш жұрнақ тер жалғау. Оқулықта оқу түбір лық жұрнақ та жалғау. Ұшқышпен ұш түбір қыш жұрнақ пен жалғау. Байқағандарыңдай бірінші жұрнақ содан соң жалғау жалғанып тұр. 75-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Деніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікірталасқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Бірінші, өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Екінші, пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл. Әр адамның денінің сау болуы өзіне байланысты. Денсаулық салауатты өмір кепілі. Салауатты өмір сүру дегеніміз бос уақытты тиімді пайдалану, денсаулықты сақтау және нығайту, спортпен шұғылдану, сапалы тамақтану, зиянды әрекеттерден аулақ болу. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы. Жас ұрпақ дені сау, білімді болса, болашағымыз жарқын болмақ. Сондықтан да балалар, денсаулықтарыңды күтіп, дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданып, сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.